ана Нұржан деген кісі бар еді ғой, қазір видеосын көремін. Жоқ, мен ешқандай. Мен атеистпін. Құдайды жоқ деп санайсыз. Өлсем, маған жаназаның қажеті жоқ дедім. Өкінбеймін, ешқандай да өкінбеймін. Алюминиевый темірдің неге ұқсайтынын сіз білесіз бе? Анау тұрған әйелдің жатыры. Ал енді оның ішінде не тұр? Метеорит тас жатыр. Жұмақтан түскен тас дейді. Ешқандай тас емес, біз метеориттің не екенін біз білеміз ғой қазір. Табынады, соны барып жалайды, соны барып сүйеді. Не деген сұмдық. Мен анаған қарап жиркенем мен. Жиркенем. Мен ана Фейсбукта ол кісі 10 имамды жауыз едім, женем. Мұсылмандар өздерін пайғамбар санайтын Мұхаммедтің бір ісіне разы болам да. Арабтар үшін өлмейтін бизнестің көзін ашып беріп кетті де. Записьті өшір. Сіз сөзіңізге жауап беремін дедіңіз ғой. Записьті өшір. Аға, жоқ, өшірілмейді. Сіз сөйлесіп, любой 10 имам дедіңіз ба? 10 имамды жеңіл алатын көрейік. Айтпесе, енді сен өшір, қазір соны қосасың. Мен айтам сен қос деп. Жоқ, айта беріңіз, тұрсын аға. Болмайды. Екеуміз сөйтіп кездестік. Мен сізге келатқанда айттым, қосам дедім. Сіз де қосаңыз. Жоқ, мен қоспаймын. Мен қосамын, ренжімек. Мені мақсатым мен, что мұсылмандарды жеңуің аймесін көрсетейін деген. Енді осы жерден сөйлесейік. Енді мен ішінде жауласқым келмейді. Бұл просто жаулық салысты ойламаңыз. Бұл просто фиксировать етеді екенін сөйлесімізді. Өйткені қазір мен шыға барамды айтам да, осы әңгіме болды деп қалай дәлелдеймін мен. Мен жауластығым емес. Шын айтам. Мен сіздің ағамыз, өзің сияқты ағам бар менің. Көкелерім бар. Ода тұрған ештеңе жоқ. Болды. Просто сол тұрғыдан сөйлесек болды. Болды. Болды сол. Ешқандай проблема жоқ. Мен өзім тұрып отырмын, сізді түсіндіріп отырмын. Айта беріңіз аға. Мен сұрақ қоймын, сіз сұрақ қоясыз ба? Бірақ регламент. Сіз сұрақ қоясыз, мен жауап беремін ғой. Содан кейін маған мүмкіндік беріңіз, мен сұрақ қойып беремін, жауап беремін. Қалай? Сөйлесейік. Енді исламда может түсінбей жүрген жеріңіз бар шығар. Мен де сіздің түсінбей жүрген жерім бар шығар. Сіз мені может қайтарып аларсыз. Мен сізді может біресе сендіріп алармын. Может сіз біз түсінбей жүріп бір-бірімізді. Сөйлесейік. Енді мен айтпайын енді. Жақсы. Мен сізге қазір айтамын ғой. Аға, сол айтқан кезде сіз ертеңгісін айтасыздар Фейсбуктан. Мен айтпаймын. Оны мен де айтпаймын, сен де айтпайсың, оны басқа да айтпаймын. Жоқ, мен айтамын аға. Мен сол үшін келдім. Сіз мен лично любойын айтуға атеисті. Любой таңыршы любой атеисті мен қойып беремін қазір сізге. Сіз жауап бере алмайтындай қойып беремін. 100%. Ал жақсы қойып берші. Иә, бұл сосын сөйлесейік. Дәлелдейші ауан алмасу. Бірақ ауан алмасу неден болып жатыр? Ереше белгілі бір құбылыс біреу әсер ететін неде болады. Жоқ, ауаның алмасуы ол температурный жаңағы перепадтарға байланысты. Все, температурный перепадтар неге қатысты болады? Ой, сен мыжымай ол әңгімені қой, сен ондай әңгіме перепадтар деген. Ой, қой, сен қашпа деген әңгімеңді қой ол. Сен ой, қомпай әңгімеңді ол кәдімгі физикада да басқа бар ғой мысалы ол. Дәлелде ғалымда дәлелдеген ғой. Ол сенің осының неге кітабыңда жоқ, сенің ол кітабыңда. Жоқтан ба? Соны айтшы маған. Жоқтан ба? Жоқ, сен осының бар Құранда неге жоқ? Аға келісті қой, ақылыңыз. Жоқ, Құранда неге жоқ осының бар айтшы маған. Мен аға бұл кішкентай қалай кішкентай нәрсе? Кішкентай нәрсе емес ол сенің. Қалай алдың әңгімесі? Мен сізге мүмкіндік беремін қазір. Сіз маған Құраннан болған проблема барлығын қойып, мен сізге жауап беремін. Жоқ, сен өзі қосты, сен айтып отырған нәрселерің, сен физиканы айтасың, ананы айтасың, мынаны айтып құбылыс айтасың, не? Сен Құраннан келтірші осының бәрін. Жоқ, Құраннан келтірсеңші сен. Жоқ, Құраннан келтірші осыны. Құжат па? Мойындайсыз ба Құранды? Жоқ, Құранды айт, сенің мойындайсың, сенің кітабың ғой бұл енді. Жоқ, қараңыз, сен Айлмун Назар деген бар, спор ілімі, логика. Сіз егер мойындамайтын құжат болатын болсаңыз, оны дәлел алып келе алмайсыз. Ой, қойшы сен де. Ей, Нұржан, сен қара. Сен осы өз сөзіңді, жоқ, сен тыңда. Сен осы сөзіңді Құраннан тапшы жаңағы. Жоқ, сен тауып берсеңші Құраннан. Сен Құрансыз мынандай детский сұрақтарға жауап бере алмай тұрсыз. Сізге қазір Құранмен вообще мыжып тастайын қоймайсыз. Жоқ, Құранмен сен тауып берші, жаңағы айтқаныңды тауып берші сен осыны. Мен сізге айтып отырмын. Жоқ, Құраннан тауып берші сен маған. Жоқ, жарайды, сен Құраннан тауып берші. Құраннан тауып берші. При чем тут Құран? Екеуміз Құдайдың бәрін жоғын сөйлесіп отырық па? Жоқ, сен дәлелдеп отырсың ғой маған, сен Құраннан дәлелдемейсің бенде. Иә, сен айтып отырсың, сен мұсылман. Мұсылмандығында жазылып сенің. Менің дәлелдеу жолым сізге құжат болса болды емес па? Сізге как разница, мен Құран ба, Құранмен? Жоқ, сен Құдайдың қаншалықты қатысы бар, соны айтсашы маған ал. Иә, айтшы ал. Сіз Құдайдың ал жарайды, ал айт, ал. Құдайдың қанша қатысы бар? Болды. Демек, белгілі бір құбылыс болатын болса, ол белгілі факторсыз орын алмайды, дұрыс па? Дұрыс па?
Я енді қараңыз, сіз жасыңыз қаншадағы? Мәселен, жасым 50-де мен. 50-де. Енді сіз 51 жыл бұрын туылмай тұрған кезде, сіздің туылуыңыз да мүмкін еді, туылмауыңыз да мүмкін еді, дұрыс па? Дұрыс па? Қалай туылым ба, туылмауым мүмкін. Енді сіз 51 жыл бұрын туылмай тұрған кезде, мысалы сіздің қазір болашақта бір балаңыз бар дейік та, ол туылатын болса, бірақ қазір туылмай тұрып, ол туылуы да мүмкін, туылмауы да мүмкін жағдайда тұр ғой. Сіз енді сұрағың бар ғой. Мәні жоқ, бірдеңе ғой, сен туылуы мүмкін, туылмауы мүмкін. Оны не сұрақ ол? Міне әкелейін деп отырмын ғой. Неге айтып жатырмын? Ал айтам. Өйткені қандай да бір зат сіз мүмкін заттардан деп аталасыз. Ол не мүмкін? Сіздің бар болу ықтималдығыңыз да бар, жоқ болу ықтималдығыңыз бар. Өйткені сіз таусыласыз, не жоқ болуыңыз да мүмкін. То есть сіз жаралғысыз. Енді егер сіз жаралған екеніңізді ойлайтын болса, сіз жаралған нәрсенің жаратушысы бар деген теорияға қалай қарайсыз? Әрбір жаралған нәрсе жоқ. А? Жоқ. Сіз жаралмағансыз ба? Жоқ, сен тыңдашы. Жаралғанда. Жаралғансыз ба? Жоқ, тыңдашы енді. Жаралғанда сені де мені де жаратқан Құдай емес қой, сені де әке-шешең жаратты, мені де әке-шешем жаратты. Болды. Егер әке-шеше жарататын болса, неге постоянно ер мен зайыпты қосып жатқандар бар да, бірақ бала жоқ. Кейбіреуінде жоқ қой. Нені айтады бұл? Бұл олар емес дегенді айтады. Өйткені олар болатын болса, ей Нұржан, ей, ол дедік да. үкім, қараңыз. Егер, аға, қараңыз. Жоқ қой дейді, ей. Тыңдаңыз. Ал жарайды, от тұрса, сізге отпен жандыратын болсаңыз, жоқ, сен жаңағы темаңды оны қой, сен түсіндірмей қой, сен жаңағы әйелдің тумауын, жоқ, әйелдің тумауы туралы айтшы маған. Все, менен айтып отырмын, сіз айтып жатсыз. Кім сіз жаралғанмын деп отырсыз, кім жаралған десем, сен әке-шешем дейсіз. Мен айтып отырмын. Әке-шеше. Жоқ, сен тума, сен оны бұрма әңгімені. Сен әбден анемелік төселіп алған екенсің осы. Безіріз болу әңгімен қажет емес. Жазыла бер. Мейлі. Сен тыңда. Жоқ, әйелдер неге? Жоқ, әйелдердің бедеу болуына. Жоқ, сен қозғап отырсың ғой, сен сол тақырыпты қазір. Жоқ, сен сол тақырыпты қозғап отырсың ғой сен. Онда қазір кіріп нетіп беремін. Просто сізде жоқ, сен соны айт. Жоқ, қашпаймын мен. Мен сен қашып кетпе деген әңгімені қойын сен. Қараңыз, қашайын деп тұрсыз. Мен сізге айтайын. Мына қараңыз. Сіз последний әңгімеде айттыңыз. Әке-шеше жаратты. Жоқ, сен әйелдердің тумауы туралы кереп отырсың ғой әңгімені. Жоқ, айттым оны. Сен беделік туралы айтсайшы, беделік туралы айтшы маған. Беделік туралы айтшы. Ол қатысы жоқ аға, бәрі жоқ, сен енді Құдайдың несіз майыспайтын болса қалай айтты, түсіндірші. Жарайды аға. Түсіндірші. Жоқ, Құдайдың қатысы бар ма соған? Просто мен сұрағым жауап жоқ, Құдайдың қатысы бар ма жоқ па бедеулікке? Бітіріп алыңыз. жоқ, бедеулікке Құдайдың қатысы бар ма жоқ па? Аға, мен заңмен бітіріп алайын, жауап бересіз. жоқ, сен заңмен емес, сен жаңа сөзге келдің ғой, жаңа сөзге тоқтағансың. Сен тоқтаған жерінен баста. Қашып тұрсың ба? жоқ, тоқтаған жерінен баста. жоқ, қашып тұрған жоқпын. тоқтаған жерінен баста. Беделік. Егер сіз адамның жаралды десеңіз, оның жаралының тікелей себебі әке-шеше десеңіз, мен айттым. Онда неге әке-шеше себеп болатын болса, то есть баланың жаралуына әке-шеше себеп болатын болса, қанша ерлі-зайыптар бар ғой, который бала болмай қалып жатқан. Неге болмай қалып жатыр? Егер олар себеп болатын болса, сіздің ойыңша қай жерде себеп болады, ол жерде үкім болады всегда. Всегда себеп болса үкім болады. Енді сіз айттым, мысалы, от болса ыстық болады деген сияқты. Мысалы, от болып ыстық болмайды деген жоқ қой. Өйткені от шынымен ыстықтықтың нәтижесі. Енді мен айтып жатырмын, сіз егер бала нәтижесі әке-шешенің сол жасап отыр десеңіз, онда әке-шеше болған сайын ерлі-зайыпты бала болу беру керек. Бірақ біз қанша білеміз ғой, әке-шеше бар да, то есть ерлі-зайыптар бар да, бірақ бала шықпай жатыр. Демек осы кезде біз айта аламыз да, әке-шеше бұл себепті. Әке-шеше себепті айта аламыз да. жоқ, тыңда мені. Сұрақ. жоқ, тыңда. жоқ, тыңда. Ол сұраққа жауап берсеңізші аға. Әке-шеше ме екен, демек баланың жаратылуына себеп? Әрине. Онда неге қанша әке-шеше болмай жатыр бала? Оның физиологиясына байланысты ғой ол. Онда демек ол емес қой. Неге ол? Оның адамның физиологиясына байланысты ғой. Ұрығының активності төмен болуы мүмкін. Әйелдің өз басында жаңа бедеулік болуы мүмкін. жоқ, сен енді қалай енді? Енді просто сізге айтып жатырмын. Ал жарайды, бедеу болды алды. Алла кінәлі ма соған? Мүмкін Алла кінәлі шығар, кінәлі емес шығар, оны шешеміз ғой. Сен Алланы кінәлап отырсың осы жолда. Көрдің ба, сен діннен шығып отырсың. Истерика нетпеңіз. жоқ, истерика емес, сен діннен шығып отырсың. Сен Алланы кінәлі санап отырсың. Осы жолдан кетпейді. Дұрыс па? Енді дұрыс па, сен Алланы кінәлі болуы мүмкін дедің ғой жаңа. Қате. жоқ, дұрыс қой, сен айттың ғой өзің. жоқ, запискіңді өшірме. Жоқ, сен конкретно айт. Мен сұрақ қойайын. жоқ, сен сұрақ қойып сен айтып отырсың ғой, сен сұрақты. Аға, сіз айтып тұрсыз ғой, әке-шеше себеп дедіңіз ба? дұрыс қой, енді әке-шеше себеп қой енді. Енді неге кейбір әке-шешелерде жоқ онда себеп болса?
Мен саған айтып отырмын ғой, баланың болмауы. Демек себеп емес Ол па? физиологиясына байланысты, адамның физиологиясына байланысты. Өйткені сіз мына ілімді білмей тұрсыз да, айтмағанда бар да, причина следствие деген бар аға. Причина следствие, қашан сіз бірінші серге причинаны тағайындасаңыз, ал следствие. Ол әйел мен еркектің физиологиясына байланысты, ол Құдайдың бір жерде причем тут Құдай. Ол физиология деген басқа нәрсе. Мен сізге айттым, сіз бірде сені, сіз причина деп тағайындасаңыз, онда ол болған сайын істеу керек. Сіз ебі айтасыз, жоқ, одан емес дейсіз. Потому что қанша ситуациялар бар, әке-шеше бар да, бірақ бала жоқ. Демек, әке-шеше емес жасап жатқан себеп ол баланы. Себебі әке-шешеде болып тұр ғой. Неге? Себебі әке-шешеде болып тұр. Әке-шешенің физиологиясына байланысты тұр ғой. Мысалы, мынандай бола ма? Отпен от жандым да, сіз айтасыз, ол күйдірмеуі мүмкін деп айта аласыз ба сіз? Ол причем тут от, Потому что күйдірмейді ол. от Сен бірінен айтып өзіңіз айтып жарайды. Өзіңіз айтып жатсыз. Сен Алланы жаңа кінәлағансың. Аға. Дұрыс па? Алланы сен діннен уже шығып кеткенсің. Әңгімені айта бер. Аға, Сен тыңда. Қараңыз. Жоқ, сен тыңда. Қараңыз, сіз отпен жақсан бар ғой. Сіз айтасыз, қалай қол причем тут от, причем тут Ерлібаевтың бедеулігі. Енді не қарым-қатынас екен тыңдасаңызшы. Сіз айтып отырсыз, әке-шеше ана балаға себеп деп отырсыз. Мен айтып отырмын, себептің бірінші ережелерінің бірі, егер себеп болатын болса, онда нәтиже бірден шығу керек. Бұл бірауыздан физиктердің ережелерінің келіскен бірауыздан сөзі. Енді мен сізге айтып отырмын, бұл как түсіндіру үшін. Бұл как от сияқты. Мен сізге от жағам ғой, оның ыстығы келеді. Сіз айтуыңыз мүмкін ба, от жаққан кезде ыстық келмейді деп? Айта алмайсыз. Неге? Өйткені от действительно причина ыстықтың. Сондықтан от болған сайын ыстық келеді. Ал енді тура осы ереже болмаса... Жоқ, сен тыңдашы, от пен бедеуліктің айырмашылығын айтыңызшы. Сен неге бірін жалғап отырсың, ол бірінен жалғап отырсың сен оны? Жоқ, сен өтіп көрсетіп отқан, сенің дәлелің вообще дұрыс емес қой, сен айтып отырған. Сен дәлелің дұрыс емес қой сенің. Сенің келтіріп отырған дәлелің дұрыс емес қой. Причем тут от, причем тут қатынның жатыры, оның бедеулігі. Айтшы. Мен неге причем? Мен сіз айтып берейін. Өйткені сіз әке-шешені жаратушы себеп ретінде таппасаңыз, онда автоматически ол екеу емес, басқа біреу тағайындалады. Қой, сенді вообще, қой, дұрыс емес. Аға, мынаны қараңыз. Сіз кейбір нәрселерде мәжбүрлісіз ба, әлде бәріңізде таңдау бар ма? Жоқ, сен сұрақ қоя бересің ба? Жоқ, енді сіз жауап берсеңізші, бітіре алмайсыз ғой сіз. Жоқ, қалай жауап берді? Сен қайта сұрақ қою, сен не үшін сұрақ қойып жатсың? Мүмкіндік берем сізге, мен қазір жауап беремін. Мен сізге айтып отырмын аға. Сіз кейбір нәрселерде таңдау бар ма? Әлде сен өткенде ана Ысқақ сені шығарып жүргенде сен ренжідің. Дұрыс па? Жарады. Сен ренжідің ғой. Болды. Жігітше ренжідің сол кезде. Мен сөйлетпедің бірден. Сен өзің сөйлетпейсің. Сен сөйлетпейді екенсің ғой сен адамды. Мен қанша минут жауап бердім? Міне 14 минут сізге сұрақ қойдым, ә? Енді сіз маған 14 минут сұрақ қойыңыз. Болды. Әділетті болсын. 14 минут сұрақ қойыңыз, мен осы жерде жауап бердім. Бірақ менікінен сіз келістіңіз ғой. То что мен келіспеймін. Онда әке-шеше болмаса, неге онда әке-шеше... Қалай әке-шешесіне байланысты ғой, қалай әке-шешесіне байланысты емес ол. Баланың туыла алмауы, Ерлібаевтың баласының болмағаны, ол әке-шешеге байланысты ғой ол. Себеппен, нәтижен... Ол әке-шешесіне, қалай ауру, физиологиясында ауру. Мен сізге қалай болады? Мен сізге айттым ғой, егер бір нәрсені себеп қылып тағайындасаңыз, аға, онда міндетті түрде нәтижесі орнау керек. Өйткені онда сіз себеп емес дейіңіз. Себеп оның денсаулығының дұрыс болуы дейіңіз. Әке-шеше демеңіз. Өйткені сіз қазір ол емес болып қалып жатыр әке-шешеңіз. Қалай енді әке-шешенің денсаулығына байланысты ғой, баланың туылуына сен қызықсың ғой. Аға, онда әке-шеше емес па? Денсаулық па онда? Жоқ, енді әке-шешенің денсаулығына байланысты ғой. Әке-шеше емес, бір нәрседен қалай әке-шешенің өзін бір бөлек, денсаулығын бір бөлек. Қалай әке-шешенің денсаулығына байланысты? Енді бір бөлек болады ғой, мысалы. Әке-шеше денсау әке-шеше болады, денсау емес болады, Енді денсау емес әке-шеше ауруы бар ма? Егер сіз тумада аурудың себебін десеңіз, онда әке-шеше емес причина. Причина болу керек аурудың болмауы баланың шығуына, сіздің ойыңызша. Онда мен айтамын жарайды деймін. Бірақ ол ауру қаяқтан келеді ол кісіге? Кім береді ол ауруды? Өздері создавать ете ма, әлде біреу жібере ме оған ауруды? Егер сіз өзі қалайды десеңіз өтірік, ешкім өзіне ауруды қаламайды. Демек, кім өзіне қаламайтын нәрсе болатын болса, бірақ ода орын алатын болса, ол мәжбүрлі түрде оған басқа біреу беріп тұр деген сөз. Ал ол не? Осы Алланы бекітеміз. Қой. Аға, осы Алла. Өтір. Жалған мынандар. Қой, өтір. Осы Алла. Жоқ. Оны өзіңіз білесіз. Мысалы, сіз қарайсыз. Сіз мысалы күннен күнге қартайып баратса, сіз тоқтата аласыз ба? Мәжбүрлі түрде қайтарып баратсыз ба әлде? Мәжбүрлі түрде өлімізге қарай кетіп баратсыз ба? Әлде қаласаңыз тоқтата аласыз ба сіз? Не ол мәжбүрлік деген? Мәжбүрлік деген мағына қашан шығады? Сізді біреу мәжбүрлесе.
Өйткені мәжбүрлік деген сөздің мағынасы шықпайды мүлдем. Егер ол жерде біреу мәжбүрлеу үшін болмаса. Демек, сіз қазір белгілі бір нәрселерде мәжбүрлеу үшін кетіп баратсыз ба? А мәжбүрлеудің мағынасы мәжбүрлеу үшін болған кезде шыға ма? Демек, анаяқта біреу сізді мәжбүрлі түрде жасыңызды көбейтіп, таңдаусыз алып кетіп баратыр. Сен тыңда мені. Иә. Қара. Осы ол Алла дейміз. Жоқ, сен қара. Бұл жерде сен айтасың адамның жаңа күннен күнге кәртейіп бара жатсың ба, бүйтіп бара жатсың ба, оны бір мәжбүрлі түрде бірдеңе деген. Адам дегенің ол опять-таки физиологиясына байланысты. Дұрыс па? Каждый клетка Чома клетка. Стареть етеді. Мысалы адамның миллиардтаған клеткадан тұрады денесі мысалы. Дұрыс па? Енді қара, сол старейді. Сол старейді не үшін? Дұрыс қой. Өзімен өзі ма? Әлде басқа біреу ма? Өзінен өзі ғой, қалай басқа біреу болады ол өзінен өзі стареть етеді. Енді онда барлық ол ресурс азаймай ма? Ол ресурс неге азайып жатыр? Ой, тозады да енді ол жұмыс істегеннен кейін. Не үшін тозып жатыр? Ой, шешсен. Ой, ондай сөз болмайды. Бағана ереже айтамыз. Қай ереже? Бағана біз басында бекіткен жаңа қараңыз. Қандай да бір әрекет болатын болса. Қолын төсетпеші. Жарайды. Қандай да бір әрекет болатын болса, біз айттық, оның істеушісі болады деді. Сіз келістіңіз. Енді мен келіскен жоқпын оны. Жарайды. Ол бүкіл сен өтірік жалан сұмдық жабады екенсің ғой. Сен сұмдық жала жабады екенсің ғой адамға. Нұржан, сен ұят емес пе мынауың? Физиктердің бәрі келіскен. Жоқ, қалай сен? Мынауың ұят қой сен, Нұржан. Сен жігіттігіне сайма осы сенің. Сен де айтпаған нәрсені айтты деп жала жаба салады екенсің ғой. Жарайды. Жоқ, өтірік айтып жатсыз. Мен просто уақыт оған кетіргім келіп жатыр. Кетіп жатқым жоқ. Мен просто жоқ, сен жаңағы жоқ, сен жаңа өзің мен өйтіп жатқан жоқпын. жоқ, сен жала жауып жатсың ғой сен айтқан айтпаған сөзді айтты деп жатсың ғой. Мына жақта тұр, мен сізге айтқан бүкіл физиктер бір ауыздан келісілген. Қандай да бір құбылыс болатын болса, оның бір істеушісі болмаса. жоқ, причем тут физик сен Құраннан келтірмейсің ба? Сен Құранды айтасың ғой сен. Мен Құранын келтір Құраннан. Сіз Құранды келтіріп, Құран исламнан минусыз дегіңіз келіп тұр ма? Минусыз деп тұрған жоқпын мен. Сенің уәжіңді дәлелдесеңші осыны. Физика. Физика ғылымдардың шаруасы ол бертін пайда болған нәрсе. Сен Құраннан келтірсеңші осының жарымыз болған. Сізге қайсы құжат? Құран құжат па, физика? жоқ, Құран сенің құжатың ғой, айтсашы, келтірмейсің бе? жоқ, сен айтып отырған дәлел емес пе Құраннан? Қараңыздар, егер мен отырсам, маған біреу құжатмен Библиямен алып келетін болса, міне дәлел деп. Мен айтамын ғой, бұл құжат дәлел емес. жоқ, мынау сенің кітабың ғой, сенің жүрген ұлы кітабың ғой мынау. Жоқ, сіз құжат қабылдайсыз ба? жоқ, сенің құжат қой бұл, сенің құжатың ғой. Мен айтып тұрмын ғой, енді маған бір Ваня келсе, Библиясымен, оған ол құжатта. жоқ, сен маған құжат емес. Қараңыз, мен айтамын оған. жоқ, дұрыс емес сенікі. Сен айтып отырған жаңағы жат алмасу, басқа деп болсын. Сен сол Құраннан кетірші осыны. Мен кетіріп причем физика, причем астрономия, химия. Сен маған кетірсеңші маған. жоқ, сен қатын тірлік істеп отырсың ғой. Сен жаңа айтпаған сөзді айтты деп отырсың ғой. сен айналып келгенде ұмыттырып жүріп адамның ойына салады екенсің. Сен дұрыс, сен ол жігіттік емес сенің ол. Ол дұрыс емес сен. Мен сізді 15 минут па, 17 минут па қанша тыңдадыңыз мен? Мен сізді тыңдайын, сұрақтарыңызға жауап берейін. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда мен өзім сұрағымды сізге жасай берейін. Қалай келісесіз? Мындайым. Сіз бағана 6 секунд дедіңіз ғой. 6 емес, мен еще имамдардың ең күштісі емеспін. Сіз әлі күштісімен келіспедіңіз. жоқ, сен ауыз жаппайды екенсің, сөз бермейді екенсің, қатын сияқты екенсің, қылығыңның бәрі. Онан кейін қалай болады ол? Сен сөз білмей ауыз жаппай сөйлеп отырсың, видеоны қарашы өзің. Жарайды, оны ұрыспай-ақ қояйық. Ұрыспаймын мен, жоқ, онда агрессия жоқ менде. Нұреке, қара сен. Өткенде сен видео салдың, бір подкастыңда айтқансың сен, педофилдің болуы Алланың барынан хабар береді дедің. Сен осыны абасына айтайыншы маған. Все. Мен сізге айтып отырмын. Сіз педофилді қалайсыз ба? Болуы? жоқ, маған байланысты емес қой. жоқ, мен жауап беріп жатырмын ғой енді просто. Сіз педофилдің болуын қалайтын ба едіңіз? жоқ, мен ол маған байланысты емес. Сен соны айтты. Сен сұраққа сұрақ қояды екенсің. Сен жауап берсеңші, сен соны абасына айтайын. Мен абасына айтайын деп жатырмын ғой. жоқ, абасына айтайын соны. Абасына айтайын. Мысалы, мен сұрап бастасаңыз, мен айтамын, педофил болмау керек әлемде. Өйткені ондай сат, ондай нәрсені ақыл көтеріп болмау керек деймін. Сіз де айтасыз, педофил деген болмайды деп. Бәрі айтады, педофил болмайды деп. жоқ, сен айтасың болмау керек деп отырсың ба? Абасына айтады. Болмау керек, болмау керек. Бірақ біз, егер әлем біздің қалауымызша болатын болса, Құдай болмайтын болса, онда біздің қалауымыз педофилдің болмауы. Бірақ біздің қалауымыз орын алып тұр ма? Жоқ, демек біреу бар, сіздің қалауыңызды ескермейтін. Мен соны айтып тұрмын. Бұл как будто сіздің өліміңіз келетқан сияқты ғой. Ешкім өлуді қаламайды. Бәрі өлуді қаламайды. Бірақ мәжбүрлі түрде өлімді алып келеді. Педофил дұрыс деп тұрған жоқпын. Ол жаман жаратылыс. Бірақ сізді біреу ескерді ма? Сізді мәжбүрлі түрде айтты. Мен бармын деп сізді жаратып қойды. Демек, аға, мен осы жерде осыны айтып тұрмын. Оны ешқандай педофил мен де жек көремін. Алла сақтасын. Мен де оның жазасын беретін едім.
Бірақ менің бұл жерде айтып тұрған логикам, біз әлемде адам Алла болмаса, біздің қалауымыз орын алатын еді да, педофил болғызбайтын едік. Бірақ бұл жерде высший сила бар, который біздің қалауымызды ол ескеріп тұрған жоқ. Сол Алланың бар екен бектен. Ал енді тыңда Кеңес. енді қара. Сонда педофилдің болуын, педофилдің шығуын, оны баланы зорлауын Аллах қалап тұр ма? Болды. Сіз Құдайдың бар екен бексеңіз, одан кейін неге өлім? Жоқ, Аллах қалап тұр ма? Мен жауап айтсаңшы, жауап берсеші. Аға. Жоқ, сен жауап берсеші. Сіз паникат етпеңіз. Жоқ, айтшы енді сен, айтшы сен. Аға, қараңызшы. Айтсашы енді. Тоқтасаңшы. Ал айт. Аға, қараңыз. Мен ол сұрағыңызға жауап беремін, бірақ сіз естіңіз. Құдай бар шығар, бірақ ол жаман Құдай болып тұр деңіз. Жоқ, айтпаймын мен зачем? Потому что сіз сұрағыңыз қойып тұрсыз. Жоқ, сұрақ қойып тұрмын ғой, сен соны айттың ғой, сен соны айтып тұрсың ғой енді. Значит, жоқ, сен айттың ғой, педофилдің болуы Алланың барынан хабар береді дедің, дұрыс па? Енді қара. Сонда Аллах сол педофилді пайда қылды. Педофил күйінде. Бірақ сіз мойындап тыңда. Педофил жоқ, мойындамаймын. Жоқ, өйткені сіздің қалауыңыз болса педофил болмайтын еді ғой. Жоқ, сен тыңда, сол маған қалауым байланысты емес, сенің де қалауыңа байланысты емес. Сен айтып отырсың ғой. Неге аға? Жоқ. Мәжбүрлік деген не аға? Жоқ. Сен сөзіңе секірме, сен сөзіңе жауап бер. Мәжбүрлік. Нұржан, сен тыңда. Сен сөзіңе секірме. Сен айттың, педофилдің болуы Алланың барынан хабар береді дедің. Енді мен саған сұрақ қойып тұрмын. Аллахтың қалауы ма сонда педофилдің жаңағы осындай баланы зорлап әрекет жасап жүргені? Болды. Сіз қазір мынандай ступеньге өттік қой біз. Құдай бар, бірақ ол жаман, потому что педофил жаратты. Жоқ. Егер сонда өтсек, мен сізге жауап берейін. Жоқ. Онда сіз Құдайды бекітіңіз бірінші. Жоқ, мен Құдайдың барын жоққа шығаратамын. Онда біз қазір сен сөзіңе жауап берсеңші, онда сөзіңе жауап бермейсің ба? Жоқ, сіз сұрағыңызға жауап бердім ғой. Неге педофил дедіңіз? Мен түсіндіріп бердім. Жоқ, сен айт, Аллахтың қалауы ма? Жоқ, айтсаңшы соны. Бұл жерде логика мынандай. Жоқ, логикаңды қой, сен сөзіңе жауап берсеңші. Мен сізге айтып тұрмын. Нұржан, сен сөзіңе жауап бер. Аллахтың қалауы ма? Жоқ па? Соны айтшы. Алла бар ма? Жоқ, Аллахтың қалауы ма? Жоқ па? Айтсаңшы. Жоқ, сен айттың ғой, бүкіл елге айттың ғой сен соны. Мен спокойно жауап. Ол маған проблема да емес. Просто мен сізге жоқ, сен бүкіл елге жоқ, сен бүкіл елге, бүкіл халықтың алдында қазаққа айттың ғой сен соны. Сол сөзді айттың ғой, дұрыс па? Бүкіл ел естіді соны. Жоқ, Аллахтың қалауы ма? Жоқ па? Соны айтсаңшы сен. Педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма? Жоқ, педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма? Сіз мойындап тұрсыз ба қалауын? Жоқ, педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма? Соны айтшы. Жоқ, сенің сөзің ғой. Алла демейік, бір высший сила бар екен мойындап тұрсыз ба? Жоқ, ештеңе. Онда педофил, онда сізге ештеңе жоқ болатын болса, онда педофил одан емес. Сен қоғамда өмір сүріп жатқан жоқсың ба, Нұржан? Сен неге өзіңнің форматында ғана қарап отырсың сен? Сен қоғамда өмір сүріп жатсың ғой сен. Аға, мен сізге еще раз айтып тұрмын. Жоқ, педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма? Жоқ па? Соны айтшы. Сіз мынадан өте аласыз. Жоқ, педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма? Жоқ па? Соны айтшы. Ол өтпейді аға. Жоқ, сен қалай өтпейсің? Сен өз сөзіңе мен айттым ғой, бұл сұрақ спокойно, маған жеп-жеңіл. жоқ, енді шашытсамайсың, мен айтпайсың ба? Шашытсай аламын, просто мен сізге мойындасын деп тұрмын. Сіз айттыңыз, бір высший сила бар. Жарайды, Нұржан. Ал жарайды, бір высший сила бар екен мойындайық. Бірақ ол жаман болып тұр ғой деші. Мен оны мойындамаймын, потому что білемін оның жоқ екенін. Онда неге оған теліп тұрсыз, какая разница? Жоқ, қалай какая разница? Қоғамда өмір сүріп жатсың ғой, сен елді адастырдың ғой сені. Онда сіз сен өз құдайыңды өзің жек көрініш қылып көрсеттің ғой. Жарайды. Аға, мен сізге қолым шошытпай деген шошытты, бірақ сіз де шошытпаңыз. Жарайды. Нұржан, соны айтып жатқан. Нұржан, сен қара. Жоқ, сұрақ сен жауап берген жоқсың жаңағы сұраққа. Сен жауап берген жоқсың жаңағы сұраққа. Спокойно. Сен жаңағы сұрағыңа жауап бер. Педофилдің жаңағы осы баланы зорлауы, еркінен тыс жаңағы Аллахтың қалауы ма? Алланың бар екен мойындайсыз ба? Жоқ, Аллахтың қалауы ма айтсаңшы енді. Спокойно жауап берім, жеңіл ма? Жоқ, онда айтсаңшы, жеңіл айтпайсың ба жеңіл болса? Саған мүмкіндік бермей тұрмын да, сізге, чтобы просто так ол туралы сөйлесуге. Сіз мойындаңыз. Мен сізге сұрақ жоқ, мен қалай мойындаймын? Жоқ екен, Құдайдың жоқ екен біліп отырсам. Онда педофилді неге сіз одан ойлап тұрсыз? Жоқ қой сізге бәрібір де Алла. Қалай бәрібір біз қоғамда өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Қоғам бөлек қой. Қалай қоғам бөлек? Біз қоғамның бір бөлшегіміз ғой. Болды, онда біз қазақ үшін жанталап жүрген адамдармыз. Сіз үшін педофил Алладан болып жатыр ма? Сіз үшін? Жоқ, енді сен айтсаңшы, сен неге жоқ, сен ондай сұрағыңды қой, сен менің сұрағыма жауап берсеңші. Жоқ, ашпа. Педофилдің болуы, сен тыңда, педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма?
Аға. Жоқ, Аллахтың қалауы ма жоқ па? Спокойно деймін жауап беремін. Просто мен сізге айтып отырмын. Жоқ, педофилдің болуы Аллахтың қалауы ма жоқ па? Детский сұрақ бұл аға. Жоқ, детский емес, сен айтшы соны. Болды. Онда тұрыңыз, как раз жақсы болды. Мен де саламын, сіз де саласыз. Бәрін саламыз. Салмаймын мен оны. Жоқ, саламын, мен қарап отырмын. Мен салмаймын, мен түсірмеймін. Аға қараңыз. Түсірсеңіз маған жақсы. Жоқ. Чисто душой салатын едім да бұны. Жоқ. Аға қараңыз, мен сізге айтып отырмын. Әлеуметтік салмайсың. Егер сіз мен айтқан сөздерді кейін олай емес деп шатын болсаңыз, Жоқ, айтпаймын. Мен салмаймын да оны қажет емес ол маған. Бол. Маған екеуміздің жігітше сөйлескеніміз керек. Болды. Неге әңгімелесіп отырмыз ғой? Не керек оның бәрі? Оны елге обсуждениеге апарып шығарып, ой, мен ананы бүйттім. Қажет емес оған Нұреке. Болды аға. Жігітше айтамын саған. Маған қажет емес ол. Болды аға, мен түсініп тұрмын. Аға, мен сізге просто бір-екі ауыз сұрақ қояйын. Сіз Құдайды жоқ дедіңіз. Жоқ, сен жаңағы сұрағыма жауап берші өзі. Мен сізге айттым ғой. Жоқ, маған сұрақ жауап берсеңші сен. Жоқ, педофилдің жаңа баланы зорлауы, еркінен тыс баланы зорлауы педофилдің мысалы. Аллахтың қалауы ма? Жоқ, Аллахтың, жоқ айтсаңшы сен, Аллахтың қалауы ма жоқ па? Я, Аллах қалауы. Аллах солай қалап тұр. Я. Не болды? Болды. Бітті ма? Болды, түсінікті. Болды. То есть Аллах мойындап тұрсың бар екен. Жоқ, Аллах сенің өз сөзіңе өлемен қарсы шығып тұрсың ғой. Енді қарай. Аллахтың қалауы деп айттың ғой сен. Я, мен сізге түсіндірпейін. Сіздің қалауыңыз не ол аға? Айтыңызшы. Бірде сен жақсы көру ма? То есть Алланың қалауы деген кезде Алла соны жақсы көріп тұр деп ойлап тұрсыз ба сіз? Жоқ, мен оған бәрібір, ол Аллах жақсы көрмеймін. Сенің сөзіңді айтып отырмын. Я, мен жоқ, мен соны айттым ғой. Енді қарашы. Сенің сөзіңді айтып отыр. Педофилдің болуы Аллахтың бары дедім. Дұрыс, аға, дұрыс. Енді қараңыз. Я, мен айтып тұрмын. Алла, мәселен, бір убийствоның болуын қаласақ десек. Я, бір убийство. Ол Алла қалады деген сөз, ол амалды жақсы көреді деген сөз ба? Әлде ол амалдың просто іске асуы, Алла мүмкіндік берсе, значит қалады деген сөз. Жақсы көру деген басқа. Сіз қазір айтыңыз келіп тұр. Кім убийствоны жақсы деп тауып оны жаратса, ол да убийца деген логика бар тұрсыз ғой. Ол емес, ол емес. Мен просто айтып тұрмын, мен айтып тұрмын, кім айтты сізге? Егер Алла Тағала мүмкіндік берсе, бір жаман оқиғаның орын алуына, неге Алла Тағала жаман болып қалу керек? Не үшін жаман болып қалу? Ол адамның жаман емес па? Істеп жатқан таңдау берген. Алла Тағала күш қуатты беріп жатыр. Ертеңгісін сұралынады. Бірақ при чем тут Алла Тағала? Алла Тағала неге жаман болады? Ол мысалы сіз мынандайсыз. Кейде біз кейбір нәрселерді қалаумен жасаймыз да, бірақ оны біз жақсы көрмейміз, қаламаймыз. Сіз маған мысал келтіріңіз, қандай деп сұраңыз, мен айтамын. Сіз балаңызды кейде тәрбиеге салып ұрасыз ба? Ұрасыз ба? Ұрмаймын. Жарайды. Біреу егер ата-анаңыз біреу бұрып жайлап баласын тәрбиеге салып қойса, дұрыс па, дұрыс емес па? Бұзықты жасап жатса. Кейбір нәрселерді бұзықты жасап жатса. Жоқ, тәрбиеге салған дұрыс, бірақ оны ұрып емес әрине. Ұрсып, иә? Қалай неге ұрады оны? Ұрсып деймін. Жоқ, сөзмен айтуға да болады ғой, не обязательно ұрысы болған. Болды. Бірақ енді сіз тиясыз ғой. Болмаса кішкентай балаңыз кәмпит жей берсе. Сіз қазір алған кезде жылайды ғой ол. Ал сіз оның жылауын қалап тұрсыз ба негізі? Қаламайсыз. Бірақ жылатып тұрсыз ба? Жылатып тұрсыз. Бұл как, например, мына сияқты ғой. Сіз қазір ауырып қалсаңыз, Алла сақтасын, басқа біреу ауырып қалса мәселен, ол қазір операция жасатады. Ол операцияны қаламайды ол. Ауыртады өйткені. Бірақ ол қалайды оны бәрібір жасайды. То есть оның қалауы оны жақсы көреді деген сөз емес. Мен сізге айтып отырмын. Егер Алла Тағала қалайтын болса бір нәрсені, оны сіз жақсы көреді деп ойламаңыз. Қателік осы да бар жерде. Осы логикадан шықсаңыз, аға, мен сізді исламға шақырамын. Бәріміздің артынан өлім келе жатыр. Дұрыстап тұрып ойлану керек қой. Ертең сұралынамыз аға. Шын айтамын, ағам ретінде шақырып тұрмын сізді. Бір Аллаға, Алла жалғыз, және өмір сүруді жеңіл болады. Қой. Аға, әңгімеңді қой. өмір сүруді жеңіл болады. Наоборот, өмір сүру ауыр. Мысалы аға, мен айтайыншы, мысалы, исламсыз өмір сүру. Сіз қалай көресіз? Балаңыз, жалпы, мысалы, балаңыз емес, Алла сақтасын, жезөкшелік жақсы ма, жаман ба? Білмеймін енді, қоғамда бар нәрсе, мысалы енді ол, мысалы. Қалай сіз педофил деген жаман, мысалы, педофил барып кішкентай баланы зорласа жақсы ма, жаман ба? Әрине жаман. Сен соны өзің айттың ғой, өз сөзің өзің қарсы. Енді қараңыз аға, жаман деп тұрсыз ғой. Жоқ, өз сөзің өзің қарсы шықтың ғой. Жаман деп тұрсыз ғой, иә? Неге жаман ол? Неге жаман? Қалай неге жаман? Сондай сөз бар. Мысалы мен айтамын, маған жаман, потому что Алла Тағала айтты, ол харам деді. Сізге не үшін жаман? Не, қандай себеппен жаман? Жоқ, сен қалай харам болады, ол сен өзің Аллахтың қалау деп айтып тұрсың ғой. жаңағы. Жаңағыны түсіндіріп тұр ғой. Аллахтың қалау деген. Жоқ, Аллахтың қалау деп айттың ғой жаңағы. Аға, ол жақсы көру. Сен Аллах қателеседі деп айттың жаңағы. Жақсы көру деген сөз емес. Ол дегеніміз жарату. Бірақ кейде адам бір нәрсені қалайды да, бірақ оны жақсы көрмейді. Тура сол логика. Енді мен сізге айтып тұрмын қазір бір сұрақ. Сіз мысалы
біреу педофил болып жатса, ол дұрыс па дұрыс емес па? Оның таңдауы. Дұрыс па дұрыс емес па? Жоқ, енді адамның педофил болу дұрыс емес әрине. Болды. Неге дұрыс емес? Сұрақ. Қалай неге дұрыс емес? Дұрыс емес, просто болды. Неге сүйене? Қалай неге сүйене? Просто болмайды, болды. Нельзя. Енді сізге келіп педофил айтса, просто болды десе, сіз не уәж қоясыз оған? Немен дәлелдейсіз ол дұрыс емес екен? Мен айтамын, еркінен тыс қалай сен біреуді жаңа зорлауға, баланы жаңа еркінен тыс жаңа күштеп зорлауға қалай, ол заң запрещает это. Болды. Егер еркінен тыс көп нәрсе болатын болса болмайды. Онда кейбір больницадағыларды емдеуге де болмайды. Неге еркінен тыс емдейді олар? Еркінен тыс деген ол себеп болмайды. Қалай еркінен тыс емдейді? Қалай еркін, ол өзі барып тұр ғой больницаға, оны апарып тұр, қалай ол? Бір ситуация болуы мүмкін ғой. Қандай ситуация болуы мүмкін? Туысқандар бар, мен қанша білем. Олар қандай ситуация емделгісі келмейді да, бірақ туысқандар бері жіберіп тұрып бір емдетті. Енді осы кезде қараңыз. Не істеп айтамын? Өтірік айтпаса ше. Жарайды. Жезөкшелік жақсы ма жаман ба? Жоқ, сен өтірік. Жарайды, жезөкшелік аға. Жезөкшелік жақсы ма жаман ба? Жауап беріңізші. Жоқ, сен. Аға, сен бар ғой? Қыз өсіп жатқан шығарсыз, дұрыс па? Жоқ, сен бар ғой. Салыңыз, әдемі. Тұрыңыз, иншалла, сол кезде менде чистый душой салам. Қосылыңыз. Жоқ, мен сен түсіріп отырсың ғой сен. Ол түсіріп берсеңші, кем түсіріп. Жоқ, сен түсіріп отырсың ғой. Мен саған запрет бердім салуға. Мен түсірсем де, мен салмаймын бұны. Көреміз. Мен салмаймын бұны. Қалай сен көресің? Сіз түсірсеңіз мен сала берем. Өйткені болды, жекемізді түсірдік. Мен сала берем. Мен білем, сіз түсіріп отырғаныңыз. Бұны бәрі біледі да, түсіріп отырғаныңызды. Қане түсіріп отырмын мен? Мен тұрып шығып тұр ғой. Барсаңшы. Жоқ, басылған жоқ қой, запись сен өтірік айтып отырсың. Болды. Мен просто камера қосып тұрған үшін қосып тұр. Жоқ, қосып тұрған жоқ. Қоса берсеңші ғана, онда тұрған не бар? Аға қараңыз. Сұрақ. Сіз жезөкшелік жақсы ма жаман ба? Бір сұрақ. Айтыңызшы. Жоқ, жезөкшелік деген несі жақсы оның? Болды. Енді біреу тұрып мен жезөкше болам десе, сіз оған қалай тыйым саласыз? Немен? Заңмен? Болды. Егер бір заң болатын болса, жезөкшелікті рұқсат беретін. Значит, жезөкшелік бола ма сіз үшін? Қалай оның запрет мүмкін емес қоғамда Голландияда заң бар. беру. Голландияда бар. Ол біздің Қазақстан емес қой. Жоқ, енді сіз вообще бір мемлекет болатын болса, рұқсат беретін заңды. Жоқ, біздің заңға, біздің Қазақстанға Жарайды, аға. Причем Голландия? Ой, аға. Причем Голландия? Мысалы, мен сізге айтайыншы, стриптиз жақсы ма? Боди массаж болмаса. Білмеймін, болды. Олар заңды. Жоқ, қалай ол мысалы? Стриптиз заңды. Жоқ, стриптиз клубтар бар. Стриптиз клубтар бар, ол қанша емес. Жасырын жасауы мүмкін, бірақ ол стриптиз конкретно өзінің шарттарымен. Мен сізге айтып тұрмын, рұқсат па рұқсат емес па? Сіз қалай өзі, жақсы ма жаман ба? Жоқ, мен өзім үшін жаман. Болды. Біреу тұрып, мен өзім үшін жақсы десе, сіз кінәлай аласыз оны. Қалай? Енді сіз айтып тұрсыз, өзім үшін жаман деп. Енді біреу тұрып айтса, мен өзім үшін жезөкше болған не болса стриптиз билеген жақсы десе. Ол өзінің, ол ұнайтын шығар оған. Болды, сіз оны соқпайсыз ғой. Білмеймін, маған. Значит, сіздің балаңыз кейін мысалы, Алла сақтасын болмасын. Бірақ немереңіз, қызыңыз стриптиз билеп жатса, жезөкшелікпен айналысса, сіз нормально қарайсыз ба? Жоқ, ол менің өз балама қатысты нәрсе ғой. Ол мен біреуге, сен біреуді сұрайсың да, сен өзіңнің балаңа қатысты. Балаңыз жетсейші аға. Мен бұл өзімнің мнением десе, не дейсіз сіз? Неме дейді? Бұл менің өзім таңдауым десе. Сіз айттыңыз ғой, бұл менің таңдауым дедіңіз бағана. Енді ол сөйтіп айтса балаңыз, бұл менің таңдауым десе, сіз не дейсіз? Жоқ, ол таңдау болатын болса, сен тыңда. Ол 18 жасқа толғаннан кейін, мен оған инструкция беремін. Мысалы, айтам, мен мынау балам былай, мынау былай деп айтам. Неге сіз айта алмайсыз ғой? Неге айта алмаймын? Потому что ол егер өзін соны дұрыс деп тапса, сіз какой имеете право оған айтуға? Потому что сіз айтып тұрсыз ғой, маған бұл дұрыс өзіме деп тұрсыз. Значит, адам өзі дұрыс өзі шешеді. Жоқ, енді адам өзінің ұрпағын өзі тәрбиелейді ғой, сен при чем тут? Сен тәрбиеге көнбегенден сен. Жоқ, өзінің ұрпағы қалай, сіз 18-ден асса, ол личность қой уже. Отырып айтатын болса, мен жезөкше боламын десе, сіз не дейсіз? Болмаса қарайшы, мынандай болса, нені білесіз ба сіз? Мысалы, мамасы мен баласы қосылса, үйленем деп. Сөгесіз ба, сөкпейсіз ба? Мамасы мен баласы қосылған деген енді. Болып жатыр ғой қоғамда. Қалай енді? Сөгесіз ба, сөкпейсіз? Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес қой ол. Болды, неге? Не үшін дұрыс емес? Аморальный нәрсе ғой ол. Аморальный қаяқтан таптыңыз? Ол сізге аморальный ма, бәріне ма? Бәріне аморальный ол. Кім айтты? Біреу дұрыс айтса, маған аморальный емес десе. Сіз сөгесіз ба? При чем тут біреу? Потому что мен соны айтып келіп жатырмын. Қараңыз. При чем тут біреу? Соны мен айтып келіп жатқаны. Студент высший біреу болмаса, моральностьті сізге бекітіп беретін. Общий қылып. Онда қоғам өмір сүре алмайды. Онда каждый атеист личность айта береді.
Мен ойымша дұрыс болатын болса, онда ол жезөкшелікті дұрыс деп. қой өйтіп айта бермейді. Жарайды. Сен жала жаппа. Жезөкшелік бола ма болмай ма? Жоқ, жала жаппа сен. Стриптиз бола ма болмай ма? Жоқ, жала жаппа. Болды. Біреу тұрып, аға, баласын мамасымен екеуі үйленеміз десе. Жоқ, сен жала жаппа. Сөгесіз өкпейсіз ба? Жоқ, сен жала жаппа. Аға, сөгесіз өкпейсіз Сен ба? жала жаппа өйтіп. Аға, Сен өйтіп жала жаппа. жарайды, жала жаппай. Сөгесіз өкпейсіз ба? Дұрыс па, дұрыс емес па? Естесі дұрыс емес енді әкесімен баласымен шешесі қосылып жататын болса, дұрыс емес қой ол. Неге сүйене дұрыс емес деп отырсыз? Кәдімгі аморальный нәрсе болды. Болды, моральность деген неге сүйеніп шығарып жатсыз моральностьті? Қандай сізде почва бар моральностьті шығару үшін? Негіз бар, база. Бар ма моральность? Жоқ, адам ретінде ол дұрыс емес қой. Адам ретінде айтамын. Мен сізге айтайын аға. Адам ретінде айтамын. Осында бір қоғам болған, мына 17-ші, 18-ші, 16-ші, 15-ші ғасырларда, мына Европада, батыс Европада әкесі, баласы шешесімен жату, бауыры, туған сестрасымен жату нормальный нәрсе болған. Осы кезде олар аморальный нәрсе деп таппады. Енді Жоқ, сен осы өмірді айтса, сен 16-15 ғасырдың не сен айтып отырған? Жарайды. Сен не айтып отырсың? Аға, мен сен айтып отырмын. Сіз бола ма? Мен сен түсіндіргімге бардым. Жоқ, 16-шы исламсыз болмайды. Аға, исламсыз болмайды. Жоқ, айтпағым қарайшы. 16-15 ғасыр. Бір минут аға. Мен айтпағым, сіз егер белгілі түрде бір высший силаны бекітпесеңіз, который сізге аморальностьті түсіндіріп беретін, тогда субъективность болып кетеді. Осыны айтып жатқан. Сіздің өзіңіздің моральностьті шығады. Кодекс жоқ. Менің өреніздің моральностьті шығады. Ананың өреніздің моральностьті шығады. И сіз егер әркімнің өзінің жеке моральностьтін салатын болсаңыз, онда сіз не имеете права сөге алмайсыз. Сондықтан да исламның болу мәселесі осы аға. Понятно. Жоқ, кетпеңіз аға. Жоқ, кеттім, давай. Жоқ аға. Жоқ, шаруаға аға давай, сөйлесейік. кеттім. Аға, сіз мана 10 имам деп отырдыңыз ғой. Сен дем алдың ғой, болды ғой. Аға, сіз 10 имам дедіңіз ғой. Жоқ, сен жаңа өзің күмән тудырып отырсың. Аға, 10 имам дедіңіз ғой. Алла қателеседі дедің сен. Аға, жоқ, сен Алла қателеседі дедің, сен өз күмән кетірдің ғой жаңа. Аға, қараңыз. Сондықтан да мен айтпағым, мен үшін мұсылмандардың ең мықтысы емес. Жоқ, сен Алланы, жоқ, сен Алла, жоқ, қара жаяу келеді. Сен Алла қателеседі деп айттың ғой жаңа. Мен сізге айтып жатқаным. жоқ, Алла қателеседі деп айттың ғой жаңа. Жарайды. жоқ, сен қалай жарайды? Алла қателеседі деп айттың ғой сен Мен жаңа. сізге айттым жатқан шын насихат. Аға. жоқ, Алла қателеседі деп айттың ба? Артта өлім келеді. жоқ, жігітше айттың ғой сен Алла қателеседі. Мен ештеңе мен білмеймін не айтады екенін. Мен вообще айтпадым. Қателесті деген дұрыс емес қой ол сен. Кімге айтып қателесті деген? Сен дұрыс емес сен айтып отырған жаңағы. Аға, қараңызшы, кейбір нәрселерде мен сізге айтып жатырмын, мәжбүрлісіз ғой. Сіз мысалы балаңыз ауырып қалса, сіз балаңызды құтқара аласыз ба? Сол нәрселерде Алла сақтасын. Мен тілемеймін оны. Бірақ біреудің баласы мысалы, біреу ауырып жатса, сіздің мәжбүрлігіңіз аға, біреудің бар екенін білдіреді. Мәжбүр деген мағына қашан шығады аға? Өзіңіз ойлаңызшы. Когда біреу мәжбүрлеген кезде, өйткені егер мәжбүрлеуші болмаса, мәжбүр деген іс-әрекет қалай орындайды? Міндетті түрде біреу болу керек аға. Келісесіз ба? Сен тыңдашы, мен саған сұрақ қояйын. Сұрақ қойыңыз. Мысалы, аға, терезені ашайықшы, жоқ, ашпайсың. Ой Алла. жоқ, нұрекетінде. Терезені ашайықшы, есікті ашайық. жоқ, нұрекетінде. Жақсы. Тыңда. Мысалы, сенің семіздігіңнің сыры неде? Мысалы, мен де семіз адаммын, мысалы, қара. Мен толық адам, сен толық адамсың, ә? Сен толықтығыңның сыры неде? Тырнақшаның ішінде. Сыры. Толықтығымның сыры мен өзім кейбір нәрселерді артық жеген шығармын. Болды. Содан? Кейбір нәрселерді артық жеген шығармын? Ал? Аллахтың қалауы емес па? Аллахтың қалауымен? Жоқ, Аллахтың қалауымен? Мен артық жеген шығармын. Аллахтың қалауымен. Қалау түсінбейтінсіз сіз мен сізге айтып. Қараңызшы. Сіз қазір мынаны ашып жатсыз ғой. Сіз ниеттендіңіз, қаладыңыз мынаны ашып отырсыз ба? Бірақ қанша адамдар бар ғой, осы жерде қол аяғы салып. Қалай сен артық? Сен тұнып жоқ, Аллахтың қалауымен мен артық жедім деген не сөз ол? Кәдімгідей, өйткені Алла тағала мүмкіндік берді. Ал мысалы менің семіз, менің толықтығым мысалы, иә? Сіздікі неткен бұл? Мен генідан байланысты, гены. Гені деген не ол? Әке-шешемнен берілген қанымен гены. Все, әке-шешедегі информация қалай өтіп жатыр сізге? Кім өткізіп жатыр ол? Қалай келіп жатыр сізге ол? Қалай, кәдімгідей? Немен? Туғанда кәдімгі гені өтті қанменен. Қанмен. Қан өзі қозғалады, ол дұрыс па өтеді ғой? Сол кім қозғалып жатыр оны қанды? Өзі қозғала ма? Ой, қойшы, оның дәлелі жоқ қой, сені оны дәлелдей алмайсың. Бұл бағана ереже айтады аға. Жоқ. Қандай да бір іс-әрекет болатын болса, міндетті түрде оны істеу. Давай, жақсы, давай. Осы әңгімені қой. Сөйлесіп жіберейік аға. Жоқ. Аға, мен сізді просто қайтарғым келеді. Жоқ, қайтара алмайсың сен. Аға, ойланыңызшы. Қой. Бұл дүние. Жоқ, әңгімені соқпа. Аға, бір ойланайық аға. Жоқ. Аға, давай, жақсы. ренжімеңіз. Аман бол. Шын айтамын аға. Жақсы, давай.
бірақ ағайын болып қалдық, ағайын болып. болды, мен сізді көргенше де сыйлаймын. Жақсы, Бірақ мен де аға сыйлаймын. мынау мен бірақ нан салмаймын уәде бергенде. Жақсы. Ну мен қалай болғанын айтамын. Егер сіз әділетке сай емес айтатын болсаңыз, сол сөзді еститін болсаң, бірдесін айтып сіз ақиқатқа сай емес, онда мен тұрамын да шығарамын, ренжімейсіз. Бірақ шығармаймын. Жоқ, сен қалай бұл? Мен бірдеңені айтамын, бірдеңеде бүйтем. Не айтасың сен? Мен айтамын, осылай әңгіме болды, ауызша, осылай сұрақ қойдым, осылай жауап бердім. Егер ол жерде бір дұрыс емес болатын болса, сіздің тарапыңыздан олай емес деп шығатын болсаңыз, онда мен видеоны шығарамын. Онда сен соны айтқан сонда мен саған айтып тұрмын ғой, бұл туралы ешқандай әңгіме болмайды. Жаңа келістік қой, сен жігіт Видео салмаймын дедім. Жоқ, сен жігіт болса, сен қатындыққа салып неге де Жоқ, онда? видео салмаймын. Жоқ, сен қатын болып отырсың ғой сен. Жоқ аға, мен еш жерде қатындыққа салып отырсың ғой сен. Жоқ аға. Болмаса сөйлесейік. Жоқ, қатындыққа салып отырсың ғой сен. Мен кішкене жауап тағына сөйлесейік. Жоқ, қатындыққа салып отырсың ғой сен. қатындық емес аға. Сен қатындық, таза қатындық. Мен саған айтып отырмын ғой. Мен саған айтамын. Міне, тағы ескертемін саған, Нұреке. Мына запись әлем жерге шығатын болса, осы туралы әңгіме шығатын болса, официально заявляю. Бұл мен өзім тұрып тұр, мен өзімді просто бір себеп қылмасын деп тұрып тұрмын. Официально менде. Енді қайдан білесің аға, просто мен өзімді обезопасить ету үшін тұрып жүрмін ғой. Ол просто сол өзім тұрып жатқан моментте сіз тұрып отырмын. Мен ағайын ескертіп отырмын. Мен саған айтып отырмын. Не выкладывай. Мен қазір айтамын ғой. Ағайын болып. Мен сізге қазір айтамын ғой. Не тиктокта неде не болғанын. Бірақ сіз егер ответке бірден сені дұрыс емес деп айтатын болсаңыз аға, онда менен шығарамын желіге. Ренжімейсіз. Жоқ, сен қалай, сен өзің ұнайтын нәрсені айтады екенсің, соны үндемей отыруың керек Жоқ, болғанда ма? ақиқатты айтамын. Қаландай ақиқат айтады? Жауап бере алмады. Бұл дұрыс емес па? Ақиқат қой. Жауап берсең сөйлесейік. Сен, блядь, таза жалап екенсің ғой сен. Боқтамаңыз. Жоқ, сен таза жалап істеп отырсың ғой сен қазір. Жоқ, сен істеп отырған дұрыс емес қой. Мен де жаңа сен Құдай жоқ дедің. Құдайдың есіне күмән келтірдің. Мен сен жігітше түсірдім ба? Түсіріңіз. Айтшы. Түсірсеңізші. Айтшы. Ол түсіріңіз. Айтшы. Сен өзі Құдайдың барына күмән келтірдің ғой сен жаңа. Жоқ, түсірсеңізші. Жоқ, сен Құдайдың жарына күмән келтірдің ғой жаңа. Қате. Жоқ дедің ғой сен жаңа. Аға, бәрі жазылып тұр. Бәрі Мен жазылып тұр. жазылып тұра берсін, мен сен түсіріп отырған жоқпын ғой. Болды. Мен саған ескертемін. Болды, мен де сізге ескерттім. Егер сіз ақиқатқа сай емес бір нәрсені айтатын болсаңыз, мен шығарамын. Егер өзіңіз выражать ететін болсаңыз, бірақ ақиқатқа осы жердегі болған нәрсеге сай айтсаңыз, онда мен ештеңе. Жоқ, сен бір жақты қалайын тұрсың, қазір барып, маған жауап бере ма адам, маған сөйтті. Мен сен жігітше видеоға түсірген жоқпын ғой. Бірақ енді шынға жауап бермеңіз аға. Қандай жауап берген жоқпын мен саған, сен жауап беріп отырмын ғой сұрағың бәріне. Болды, мен тағы қойын сұрақты онда. Мен сізге айтып отырмын. Сіз кейбір іс-әрекеттер. Ой, қой деймін. Қой, ондай әңгімеңді қой деймін. Жақсы аға. Мен шығаймайын, не істеймін? Салсаң, кәдімгідей обращаться етемін мен. Алла насip етсін. Алла насip етсін. Болды аға. Мен енді жақсы жерде жолға аға. Алла насip етсін. Салсаң обращаться етемін, енді көресің ғой. Енді көреміз аға. Мен де сізге ескерттім, мен өзім түсіріп отырмын бұл видеомен. Я тебе запрещаю. Бірақ мен өзім тұрып отырмын. Жоқ, сен запрещай. Ренжімеңіз аға. Нұреке, салсаң, мен саған оны салуға әлеуметтік желіге. Мен сізге айттым аға. Бірде сені өтірік айтатын болсаң жасалады. Маған бәрібір. Ол мені штраф төлей саламын. Бірақ егер менікі заңсыз болса, бірақ мен бұны өзім тұру үшін обезопасить. Өйткені встречаға келіп тұрмын. Жақсы аға. Алла разы болсын.